Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, сіздермен Ұлболсын Сәбитқызы. Мен сіздерге қазір бұл видеода голограммалық сағат және голы картаның жасалу жолын үйрететін боламын. Ол үшін біз Google-ға Talking Code деп жазып аламыз. Ең бірінші тұрған сайтқа кіретін боламыз. Сайтқа кірген кезде бізге сразу орыс тіліне аударып берді. Егер де сізде осындай бағдарлама болса, Google-ды осындай мүмкіндік болса, орыс тіліне аударуға аударып алсаңыздар болады. Ағылшын тілінде қолдансаңыздар да болады. Маған орыс тілінде ыңғайлы. Бұл сайт туралы ақпаратты астыңғы жақтарын басып көрсеңіздер болады. Оқып көрсеңіздер болады. Ең бірінші біз бұл сайтта жоба жасау үшін тіркеліп алуымыз керек. Ол үшін оң жақтағы міне осы тұрған үш сызықтың үстінен басамыз. Бесплатно тіркелетін боламыз. Өзіміздің электронды почтамызды жазамыз. Ал мына жерге код ойлап табасыз. Астыңғы жағына тағы да осы кодты қайталайтын боламыз. Парольді. Галочканың үстінен басып, бізге осы почтаға активация коды кетті. Почтамыз тексеріп көреміз. Осы активация кодын көшіріп алатын боламыз. Және осы жерге вставить етеміз. Активировать батырмасын басамыз. Міне бізге бұл сайт кіріп тұрмыз, бұл сайтқа. Ол үшін сіз оң жақтағы адамның суретін байқасаңыз, бұл сайтқа кіріп тұрсыз деген сөз. Кез келген сайттың ақылы және ақысыз нұсқасы болады. Бұл сайтта біз тек қана бір ғана жоба жасай аламыз, бесплатно. Бұл сайттың қазір лимиті бесплатно тек қана бір ғана видео жасай аласыз. Бір QR, бір жоба жасай аласыз деген сөз. Бұл жасалған сіздің QR кодпен жасалған видеоңыз тек қана бір аптаға сақталады. Одан кейін сіздің жасаған жобаңыз недействительно болады. Ол QR код жасалмайтын болады. Сонан кейін сіз 30 ғана секундтық видео жүктей аласыз. 30 секундтан асса, ол QR код жасалмайды. Және сіз бір аптадан кейін не болмаса өзіңіздің жобаңызды қолданып болғаннан кейін ол видеоны өшіріп тастайтын болсаңыз, осы сайтта қайтадан тағы да жоба жасай беруге болады. Солай өзіңіздің жобаңызды жүзеге асырып болған соң, оқушыларға мысалға көрсетесіз, бір мәтінді оқып, не болмаса тапсырма беріп, оны өшіріп тастап, қолданып болғаннан кейін тағы да әрі қарай жобалар жасай беруіңізге болады. Одан кейінгі міне суммалар евро, осындай 595 евроға 1 минуттық видео жүктей аласыз, және 5 жаңағы жоба жасайсыз деп тұр. Осындай тарифтері бар. Әрі қарай біз өзіміздің жобамызды жасау үшін создать код батырмасын басамыз. Создать код батырмасын басқаннан кейін сізде осындай бет пайда болады. Егер де сіздің камераңыз жасамайтын болса, онда сізде бұндай бет пайда болмайды. Ол жағдайда сіз жоба жасай алмайсыз деген сөз. Әрі қарай начать запись деп өзіңізді осы жерден видеоға түсіріп жүрсеңіз де болады. Маған ыңғайлы, өзім 30 секундтық видео түсіріп қойдым. Дайындап, InShot приложениесі арқылы артқы фонды алып тастайсыздар. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Қазір өзіміздің 30 секундтық дайын видеомызды жүктейтін боламыз. Загрузить файл деп басып, осы жерге ставить етеміз. Загрузить и создайте код батырмасын басамыз. Міне біздің QR кодымызды дайындап жатыр. Кішкене күте тұрамыз.
Сіз бұл QR кодты тек 7 күн ішінде ғана қолдана аласыздар. 7 күннен кейін ол QR код жарамсыз болып қалады, иә. Тағы да ескертейін, бұл сайтта тек қана бір жоба жасай аласыздар. Егер де сіз өзіңіздің жобаңызды қолданып болғаннан кейін немесе 7 күннен кейін осы сайттан видеоңызды өшіріп тастасаңыз, келесі жаңа видео жасай аласыз ақысыз түрде. Міне біздің QR кодымыз дайын. Мына тұрған белгінің үстінен басамыз. Міне QR код дайын, иә. Осы жерде міне осылай жаңағы өзіңіздің видеоңызды көре аласыз. QR кодтың үстінен басамыз. QR кодты жүктеп алуымыз керек, иә. Міне без логотипа деп тұр, иә. PNG файл. Осы үстінен басамыз. Міне біздің QR кодымыз жүктеліп жатыр. Осы QR кодты біз қазір көшіріп алатын боламыз. Көшіріп алып, кез келген жаңағы өзіңіздің дайындап қойған тапсырманың үстіне қойсаңыздар болады. Сағаттың үстіне, мен сияқты сағаттың үстіне қойсаңыздар болады. Не болмаса карточка түрінде беретін болсаңыз, мына жерге тапсырманы беріп, осылай жаңағы QR кодты қойып қойсаңыз болады. Яғни өзіңіздің идеяңыз бойынша бұл QR кодты қолдана аласыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода мен сіздерге InShot приложениесі арқылы өзіңіздің 30 секундтық видеоңыздың артқы фонын қалай алып тастауға болады, сол жайлы видео түсіретін боламын. Біз қазір дайындап қойған 30 минуттық видеомыздың артқы фонын алып тастайтын боламыз. Ол үшін InShot бағдарламасына кіреміз, видеоны басып, өзіміздің дайындап қойған видеомызды қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, артқы фон жаман көрініп тұр, иә. Тек қана бұл жерде өзіңізді ғана көрсететіндей артқы фонды алып тастау керексіздер. Ол үшін InShot бағдарламасы өте жаңағы жақсы. Артқы фонды алып тастау үшін вырезать батырмасын басасыздар. Міне арттағы фон жойылып кетті, иә. Галочканы басып сақтап қоясыздар. Енді мен осы жерде өзімнің даусымды шамалы өзгерткім келіп тұр, иә. Ол үшін объем міне батырмасын басасыздар. Извлечь аудио, редактировать. Жоқ, эффект голос деген болу керек. Міне эффект голосы басасыздар. Осы жерде мен диханшы болсам, егістік алқабында өздеріңізге ұнайтын жаңағы эффектті таңдайсыздар. Маған мысалға мынау жаңғырық болып естілетін эффект ұнайды, қазір көрейік. Тұқымын себеді. Мен диханшы болсам, егістік алқабында диханшылар егеді. Міне маған осы эффект ұнайды, себебі голограммалық сағат арқылы көрсеткен кезде даусыңыз жаңғырық болып естіледі, өте жаңағы ерекше эффект береді, әсер қалдырады. Енді сақтап қоямын. Егер де видеоның бастапқы немесе соңғы бір ортасы болса да, ұнамаса, бұл видеоның несі керек емес жерлерін қиып алып тастауға болады. Ол үшін InShot бағдарламасын қазір обрезка деген бөлімі бар. Міне қиып алып тастау, иә. Осыны бассаңыздар, керек емес жерінен бас жағын алып тастасаңыздар болады. Аяқ жағын, иә. Міне осылай кесіп алып тастасаңыз болады. Яғни ортаңғы бөлігі сізге керек емес, иә. Осылай сақтап қойсаңыздар, видеоның ортасы кесіп алынып тасталмады. Маған қазір кесіп қажет емес, осылай өзім сақтап қоятын боламын. Сақтаған кезде реклама қазір шығады, рекламадан кейін сақталынатын болады, өзіңіздің галереяңызға түседі. Осылай голограммалық сағатқа өзіңіздің осындай дайын видеоңызды қоюыңыз керек.